Әбіш Кекілбаев туған жерім қырда қиырда, естімей орман шуылын, жүзімді қақтап құйынға селеудің тыңдап шуылын. Теңізден шектім бір қақты, тәнімді толқын көмбеді, сусай қалсам су тарттым, шыңыраудан шөлдегі. Тақырға асық иірдім, құмақта ұлдың қозыны, күн жеп қойған киімнің, иықта кеткен тозыға, қиыпта кеткен қиясын, шағының тауын обасын, шағынып қапқан көз жасын бабамның қара моласын. Сол кеткенде мол кеттім, бармаған жерім қалмапты, ай сайын алыс жол чектім, шартарақты шарлаттым. Қырымнан көріп қиянды, ұрымнан танып ұянды, бұлағымды ойлап мұхитта, құрағымды ойлап қанбақта, самғатқан самсыз қиялды. Құландар жортқан құбәдем, қиырыңда әбден талықтым, өзіңе берген уәдем, өзекті өртеп жабықтым. Жүресің ылғи есімде, өзіңнен жүрек босамай, құлымды ойнап төсіңде, боздармын шектеп отадай. Өзгенің мұнда үсіне, өзің сірә ұғарсың, пейіштедей түсіме, сен кіретін шығарсың. Әлем әдебиетінің 100-гін енген Әбіш Кекілбаев атамыздың 80 жылдық мерейтойы қарсаңында өлең оқу эстафетасын бастадым. Дәл осы эстафетаны мен Ғаділбек Жаңайға, Арғын Қосайға және де Шахмадан Есенов атындағы университет жанындағы барша студенттерге жолдаймын.